Мамандықты қалай таңдаған дұрыс? Және бұл сұраққа келген кезде неге адамдар қиналады? Ең алғашқы рет қиналатын кезең ол 11 сыныпта адамның мамандық таңдауы. Осы моментке келген кезде адамдар көп ойланады, көп қиналады. Бірақ та біле кететін жайт, қазіргі заманда адам мамандықты өмір бойына таңдамайды. Адамның мамандығы қазіргі кезде 5-10 жыл сайын өзгеріп отыруы мүмкін. Ол нормально және де қалыпты болатын жағдай. Сондықтан адамда қандай бір қорқыныш болатын болса, оның болуы қажет емес. Себебі адамның ойы, талғамы әр кезде әртүрлі. Бірде былай ойлайсыз, уақыт өте келе оған деген ойыңыз мүлдем өзгеріп кетеді. Адамның мамандық таңдауда қиналатынының бір себебі ойының, білімінің тарлығы. Былайша айтқанда, егер адам мектеп кезінде үйірмелерге қатыспаған, өзінің жеке потенциалын ашуға, өзіне не ұнайтынын табуға бір ресурс, энергия бөлмегендіктен, 11 сыныпқа келген кезде оған расымен не ұнайды, немен қызығады деген сұраққа жауап беру қиын болады. Сол себепті адамдар универге келген соң кейбіреу өзінің таңдауын өзгертеді, кейбіреу универде оқып, сол мамандықпен жұмыс істеп, одан кейін басқа оқуға түсіп, өзінің расымен де қандай мамандықпен, қандай іспен айналысқысы келетінін тауып жатады. Себебі адам уақыт өте келе, оның ойы өзгереді, білімі өзгереді, және де қалаулары өзгеріп отырады. Адамның таңдауына, ойына, оның қалауы ғана емес, өмір сүретін ортасы және де қандай жағдайда тұрып жатқаны тікелей әсер етеді. Екінші маңызды нәрсе ол мамандықтың актуалды болуы. Қазіргі заманда сұранысқа ие мамандық 10 жылдан кейін мүмкін бұл өмірде болмайды. Сондықтан ол қаншалықты сұраныста болады, оның қандай потенциалы бар деген сұраққа үңілу керек. Әлемдік статистика бойынша барлық адам өзіне ұнайтын мамандықта жұмыс істемейді. Бірақ барлық адам тамақ жеуге, көлік алуға, үй алуға мұқтаж. Сондықтан сіздің мамандығыңыз сізге ұнамауы мүмкін, бірақ та сіздің мамандығыңыз, жұмыс істейтін жұмысыңыз қаражат алып келу керек. Сондықтан 11 сыныпта мамандық таңдау ол ең алғашқы таңдау. Ал одан кейін ондай таңдаулар өте көп болады. Бұл тек мектепте оқып жүрген оқушыларға арналған әңгіме емес, барлық адамға қатысты, себебі мамандықты өмірдің әр кезеңінде ауыстыруға, таңдауға болады. Тек қана мамандық таңдау 11 сыныпта басталатындықтан әңгіменің басы солай болды. Әңгіменің түбірі қорытындысы әр адамның өмірі өз алдына. Таңдауы өзгеше. Таңдап, өз өмірімізді өзіміз сүріп үйренейік. Айтқан әңгімем сізге пайдалы болды деген сенемін. Кездескенше.